Мы сказали, как ты дальше, если прожил, как если ты заново родился. Я бы не отказался от этого. Әділ Қытай ұйымдасқан қылмыстық тобы сонау 90-шы жылдары емес, осы 20-шы ғасырдың өзінде-ақ бопсалау, адам ұрлау, қару-жарақтың түр-түрін заңсыз сақтау, одан қалса адам өлтірумен айналысып келген. Бұл топ Әділжан Зайнауддин деген кісінің жетекшілігімен құрылып, өз әрекетін жүргізген. Осы бейнемізде аталған қылмыстық топқа шолу жасап көрмекпіз. 2018 жылдың наурыз айында Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотында прокурор айыптау қорытындысы бойынша Әділжан Зайнауддиннің 2006 жылы ұйымдасқан қылмыстық топ құрғанын оқыды. Қылмыстық қауымдастық мүшелері негізінен Алматы облысының Панфилов және Ұйғыр ауданының тумалары болған. Сондай-ақ ұйымдасқан қылмыстық топқа өзінің ұлдарын Зайнауддин Мехришат пен Арупов Бахтишатты да енгізген. Ғаламтордағы мәліметтерге сәйкес бұл ұйымдасқан қылмыстық топ Алматы мен Алматы облысында жұмыс істеген 5 қылмыстық топтың құрамында болған. Тағда сол ғаламтордағы деректерге сүйенсек, Әділжан Зайнауддин өзінің қылмыстық мансабын сонау 80-ші жылдардың соңы, 90-шы жылдардың басында қалада Сары Алмаз деген атпен танымал Нәсіпбай Насенов әрекет еткен кезде бастаған. Ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі қайтыс болғаннан кейін оның мүшелері 4 ағайынды Айшуақ Жантүгел, Әділ Қытай, Шпек ұйымдасқан қылмыстық тобы және осы сияқты тағы басқа бірнеше қылмыстық топқа бөлініп кеткен. Зайнауддин Әділжан Аруп, ұлты Ұйғыр, 1966 жылы туылған. Алматы облысы Панфилов ауданының тумасы. Үйленген, 2 жоғары білімі бар, күндізгі педагогикалық және сырттай заңгер. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тапсырысы бойынша түсірілген деректі фильмге сәйкес 90-шы жылдардың басында Әділжан Зайнауддин Қытай мен Түркиядан контрабандалық жүк жеткізуге маманданған. Оған қоса базардағы саудагерлерді де қорғаған. 90-шы жылдары Әділжан мемлекеттік тілді оқытатын мектепте аз ғана уақыт орыс тілі пәнінің мұғалімі болып қызмет етті. Одан кейін кәсіппен айналысты. Қытайға үй малының терісі мен жүнін жеткізіп, сол жерден тұрмыстық техника әкелді. 2000-ші жылдары Зайнауддин Алматы облысы Қарасай аудандық прокуратурасына жұмысқа орналасып, ол жалпы қадағалауды атқарды. Ол жерде 4 жыл жұмыс істеді. Содан кейін ол жерден шығып кеткен. Өзінің құрылыс компаниясын ашу үшін бастапқы капитал жинағанша Алматыда жер телімдерін сатып алып қайта сатқан. 2010 жылы Зайнауддин Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі болды. Сондай-ақ Қазақстанның Түркиядағы сауда өкілі болып тағайындалды. 2012 жылы туған жеріне оралып, кәсібін кеңейте бастады. Алматыда үй салу және арнайы кәсіби киім тігу бойынша 5 фирма ашты. Сондай-ақ оның жеке Фатих дәмханасы мен Аттила спорт клубы бар. Сонымен қатар ол қоғамдық жұмыстармен айналысқан. Біраз уақыт Алматыдағы кикбоксинг және жекпе-жек федерациясын басқарды. Әділ Қытайның кіммен дос болғаны қылмыстық іс материалдарында көрсетілген. Бұлар 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобының криминалдық жетекшісі Серік Матышев және тағы да бір бригаданың жетекшісі Көккөз лақабаты бар Ұлан Умаров. Қытай достықтың белгісі ретінде тіпті Умаровқа Алматыда салынған 4 коттеджінің бірін тегін пайдалануға берді. Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті тапсырысымен түсірілген қылмыстық шеңберді бұз деректі фильмінде Зайнауддиннің үлкен ұлы Тайванчик лақабатымен танымал қылмыстық авторитеті Әлімжан Тоқтақұновпен дос болғаны айтылады. Қылмыстық іс материалдарында ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің үйлерін тінту кезінде әртүрлі үлгідегі және калибрлі 30 дана атыс қаруы мен травматикалық қару табылып тәркіленгені көрсетілген. Тіпті Әділ Қытайдың жабайы арманмен жауласып, онымен соғысуға дайындалып жатқаны, сол себепті осылай қаруланғаны түсіндірілді. Сонымен бірге айыптау қорытындысы бойынша ұйымдасқан қылмыстық топтың 2 жетекшісі де бітімге келуге қол жеткізген. Әділжан Зайнауддинді айыптау негізін құраған кейбір эпизодтарды қысқаша мазмұндап өтейік. 2006 жылы Әділжан Зайнауддин Алматыдағы өзінің сүйікті кафесі мен бильярд клубының жанында орналасқан саябақ маңындағы жер телімін өз меншігіне алуды ұйғарды. Ол Хизбулла Зулпукаровпен танысып, ол жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту арқылы $150 мың сенімгер тұлғаға қайта рәсімдеуге уәде берді. Алайда ер адам уәдесін орындамай, кейін ашуланған Әділ Қытай одан $800 мың бопсалауды, оған қоса Алматыдағы борышкерге тиесілі үйді қайта рәсімдеуге ұйғарды. Ол өзінің жауынгерлерін Зулпукаровқа жібереді. Олар қарумен қорқытып Талғар ауданы Тұздыбастау ауылының маңында орналасқан зиратқа апарады. Онда қарақшылар жәбірленушіні жаңадан қазылған бейіттердің біріне тастап, одан ақша талап ете бастаған. Зулпукаров олардың талаптарын орындаудан бас тартып, оны босатуға мәжбүр болды. 2008 жылы 4 қазанда Алматы қаласында кикбоксингтен ашық турнир өтті. Жарыс барысында Аттила спорт клубының жаттықтырушысы Сиханов Нұрмахамет пен басқа Макус спорт клубының шәкірті Кеттебай Дәуреннің арасында жекпе-жектердің бірінде төрелік ету нәтижесінде келіспеушілік салдарынан жанжал туындады. Келесі күні олар көшеде бір-бірімен төбелескен. Кеттебай куәгерлердің сөзінше Сихановтың ғана емес, оның 2 әріптесін Аттила клубының бапкерлерін де ұрып соққан. Бұл оқиғаны Әділ Қытай пайдаланды. Ол өзінің қарсыласы Макус спорт
клубының жетекшісі Асқар Қоқановты көптен бері ұнатпайтын. Оның шәкірті өзінің 3 тәрбиеленушісін соққан. Сондықтан ол бәсекелесінен құтылуды ұйғарды. Қытай Сихановты ұрып соғудың артында Қоқанов тұрғанын, оны жазалау керектігін айтып шабыттандырды. Сиханов ойланбастан тапаншамен қаруланып, өзінің 3 танысын көмекке шақырды. Олардың біріне аңшы мылтығының абрезі мен оқ-дәрі берді. Қылмыстық төрттік Қоқановтың ізіне түсіп, оны көлігінде отырған кезде оқ атқан. Бір аптадан кейін жәбірленуші Алматының нөмірі 7 қалалық клиникалық ауруханасында қайтыс болды. 2016 жылдың маусым айының басында Әділ Түркия Республикасының азаматы Түмен Исаны кездестіріп, онымен жөндеу жұмыстарын жүргізуге келіскен. Атап айтқанда, мамыр 4 ықшам ауданындағы үйдің қасбетін абаттандыру мен ауланы тротуармен қаптау. Әділ әр жұмыс күнінің соңында 25 мың теңге төлеп тұруға уәде берді. Алайда ол уәдесінде тұрмағандықтан шетелдік онымен әрі қарай жұмыс істеуден бас тартты. Жауап ретінде Зайнуддин оған өзінің 3 жауынгерін жіберді. Олар Исаға оның кіммен қарым-қатынаста екенін түсіндірді. Шебер шошып кетіп, Қытайдың үйінің ауласына брусчатканы тегін төсеуге келісті. Оны нысанаға әкеліп қарауға кірісті. Қарақшылардың назары бөлінген кезде шетелдік мүмкіндікті пайдаланып қашып кетеді. Содан Әуезов полиция бөліміне арызбен жүгінген. Мұны білген Әділ Қытай қамқоршысы полиция полковнигі Қасабековтен көмек сұрайды. Ол дереу қарамағындағыларға мәселені тежеуді бұйырады. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Иса Түмен оның өтінішін тіркеуден бас тартқан консулдық сақшылармен жанжалдасып қалған. Олар ер адамның телефоны мен төлқұжатын алып кеткен. Оларды өзіне қайтару әрекеті сәтсіз аяқталғаннан кейін Иса өзіне бензин шашып, өзін өртеп жібереді. Көмекке көрші ғимараттың мамандырылған күзет қызметінің қызметкерлері жүгіріп келген. Өрт қармен сөндірілді. Түрік азаматының төлқұжаты ол өз өмірін қиып кете жаздаған соң ғана қайтарылды. Отанына кеткен түрік азаматы өзіне зорлық қылғандарды жазалауға уәде берді. 2012 жылдың 31 мамырында бақ Әділжан Зайнауддиннің 11 сыбайласымен бірге ұсталғанын хабарлады. Олар бопсалау, озбырлық, адам ұрлау, кісі өлтіру, алаяқтық, экономикалық контрабанда, қару-жарақ пен оқ-дәрілерді заңсыз сақтау бойынша күдікке ілінді. Сондай-ақ Зайнауддинге ұйымдасқан қылмыстық топ құруды және оған жетекшілік етті деген айып тағылды. Арнайы операция барысында ұйымдасқан қылмыстық топтың 2 мүшесі белсенді қарсылық көрсеткен. Арнайы жасақ көлігін соғып, офицерлерге көптеген оқ атқан. Атыс нәтижесінде арнайы жасақ офицерлерінің бірі аяғынан оқ жарақатын алған. Бір қызығы, қарақшылармен бір мезгілде олардың қамқоршысы Алматы қаласы Әуезов аудандық ішкі істер басқармасының бастығы полиция полковнигі Бақыт Қасабеков ұсталды. Істі полковник Ысқақов басқарған Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомстволық тергеу жедел тобының қызметкерлері қолға алды. Олар 10 ай бойы айыптау үшін заттай дәлелдемелерді жинаған. Нәтижесінде қылмыстық істің 153 томы өндірілді. 2018 жылдың наурыз айында Алматыда қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық сотында Әділ Қытай ұйымдасқан қылмыстық тобының жетекшісі делінген Әділжан Зайнауддиннің ісіне қатысты сот отырысы басталды. 2018 жылдың 13 қыркүйегінде Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық соты үкімін жариялады. Бригадада жоғары лауазымды қызмет атқарған Әділ Қытай ұлдарының үлкені Мехришат қару ұстағаны үшін 1 жыл 2 айға бас бостандығынан айырылды. Тергеу изоляторында болған уақыты есепке алынғандықтан ол бірден сот залынан босатылды. Одан 7 көлік, $16,400, 1 миллион теңге және 20 евро ғана тәркіленді. Қалған мүліктерін сәнді үйлер, жер учаскелері, қымбат әшекейлер және тағы басқа сот оның отбасына қайтарды. Кіші ұлы Бақтишат қару сақтағаны және алаяқтық жасағаны үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Ұйымдасқан қылмыстық топтың басқа мүшелері 3,5 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Тек топ жетекшісі ғана қылмыстық баптардың жиынтығы бойынша 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ ол қаржылық жауапкершілікті көтермеді. Ал банданың қолдаушысы бұрынғы полиция полковнигі Бақыт Қасабековке келсек, ол Әділ Қытайдан әлдеқайда ертерек сотталған. 2017 жылдың 1 қарашасында Алмалы аудандық сотының үкімімен пара алу және қызметтік өкілеттіліктерді теріс пайдалану баптары бойынша кінәлі деп танылды. Оның мүлкі тәркіленіп, 5 жылға бас бостандығынан айырылып, өмір бойына мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айырылды. Ордан.kz сайтының хабарлауынша, Әділ Қытай ісі бойынша сотталғандардың жартысы, оның ішінде бұрынғы полиция полковнигі Бақыт Қасабеков түрмеден босап шыққан. Зайнауддиннің өзі Семей маңындағы колонияда жазасын өтеп жатыр.